Сәлем қыздар, біз осындай әдемі холодец жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге сиырдың сирағы керек. Өстіп бөлшекке бөліп алып, үйітілген сирақты кастрөлімізге салып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан суын төгіп тастап, қайтадан суық құйып қайнатамыз. Көбігін алып отырамыз. Бір сағаттай қайнағаннан кейін бір кусок ет саламыз. Пиязымызды, морковымызды, горошек, қара бұрышымызды, сарымсағымызды, лавровый листімізді салып, тағы да қайнауға қоямыз. Холодеціміз 2-3 сағат қайнау керек. Әбден ішіндегі етіміз, сирақтарымыз жұмсарып піскенше қайнатамыз. Піскен дайын болған сирақтарымызды сіңірін осылай ұсақтап, етімізді ұсақтап турап аламыз. Сорпамызды